Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ақпараттық технологиялар кафедрасының арнайы пән оқытушысы Қойланова Балнұр Болатқызы. Алгоритмді және бағдарламалау негіздері бойынша бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, яғни бірінші сабағымыз ол кіріспе. Ең әуелі мен сіздерге сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Сабақтың мақсаты бұл алгоритмді және бағдарламалау негіздері пәнінің мақсатымен, даму сатыларымен, басқа пәндермен байланысымен танысу. Екінші мақсаты сабақтың алгоритмдерді құруды меңгеру, яғни алгоритмдер ұғымымен танысу, алгоритмдердің негізгі құрылымымен танысу, операторлармен танысу, блок-схема түрінде алгоритмдерді блок-схема түрінде бейнелеумен танысу және де программалау тілдермен танысу болып табылады. Сабақтың жоспары: пәннің мақсаты, екінші алгоритм ұғымы мен қасиеттері, алгоритм құрылымы, алгоритм блок-схема түрінде берілуі және программалау тілдері болып табылады. Ал енді мен сіздерге алгоритмді және бағдарламалау негіздері пәнінің мақсатымен таныстырып өтейін. Ең әуелі бірінші мақсаты бұл есептердің алгоритмдеу негізін меңгеру. C++ программалау тілінің классификациясын меңгеру, мәліметтер типтерін меңгеру, C++ тілінің операторларының классификациясын меңгеру, ішкі программаларды қолданып программа құруды меңгеру, деректердің динамикалық құрылымымен жұмыс жасауды меңгеру, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілін қолданып программа құруды меңгеру. Яғни C++ программалау тілінде программа құруды меңгеру. Бұл жерде біз алгоритмі және бағдарламалау негіздері пәні бойынша екінші курста толықтай C++ программалау тілін оқимыз, толық меңгереміз. Visual Studio бағдарламасында интерфейс құруды меңгеріп толықтай. Оны біз базамен, яғни мәліметтер қорымен SQL Management Studio'да мәліметтер қорын құрып, Visual Studio'да құрылған интерфейс екеуін байланыстырамыз, яғни C++ тілінде қосымшаны құруды толықтай меңгеретін боламыз. Ал енді біз алгоритм ұғымымен толықтай танысып өтейік. Бірінші курста біз информатика пәнінен алгоритм ұғымымен толық танысқан болатынбыз. Ал енді екінші курста біз ары қарай бірінші курста алған білімімізді жетілдіретін, яғни толықтыратын боламыз, дамытатын боламыз. Алгоритм дегеніміз не? Алгоритм дегеніміз кез келген есепті қарапайым амалдар тізбекте орындау арқылы шығару, яғни белгілі бір нәтижеге жету мақсатында кез келген тізбектің рет-ретімен орындалу арқылы нәтижеге жету болып табылады. Немесе негізі алгоритм ұғымын алға қойылған мақсатқа жету үшін нақты бір ережелер бойынша әрекет жасау. Күнделікті өмірде біз алгоритм ұғымын қолданады екенбіз. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап, кешке дейін біз, мысалы, таңертең ұйқыдан тұрамыз, таңертең жаттығуымызды жасаймыз, жуынамыз, таңғы асымызды ішеміз, таңғы жұмыстарымызды жасаймыз, түскі тамағымызды ішеміз. Осылай біз әрбір күнделікті ретпен орындалатын тізбектерді орындаймыз. Яғни бұл алгоритм. Алгоритмді негізінен роботтар, компьютерлер, машиналар, адамдар орындайды алгоритмді. Жалпы алгоритм туралы анықтамалар өте көп. Алгоритмді компьютерде орындау үшін оларды алдын ала жазып алу қажет. Яғни ол белгілі бір заңдылықпен орындалуы тиіс болып табылады. Алгоритмдерді жазу үшін бізде арнайы тілдер қолданамыз. Олар табиғи тілдер, блок-схема тілі және бағдарламалау тілі болып табылады. Табиғи тіл дегеніміз бұл жерде табиғи тілде өрнектеуде алгоритмді компьютерде сирек қолданылады, себебі онда дәлділік, айқындылық, нақтылық болмайды. Яғни алгоритмдер дәлме-дәл түрде немесе айқын түрде көрсетілмейді. Сондықтан да біз бұл табиғи тілде алгоритмдерді өрнектеуді компьютерде өте сирек қолданады екенбіз. Екінші бізде блок-схема тілі. Яғни блок-схема тілі бұл графикалық түрде бейнелеу, өте түсінікті, айқын, көрнекі түрде бейнелейді алгоритмдерді. Блок-схема түрінде арнайы геометриялық фигуралар арқылы бейнеленеді алгоритмдер. Бізде ең көп қолданылатын олар эллипс, тіктөртбұрыш, ромбик, параллелограмм, осындай фигуралар өте көп блок-схемада қолданылады.
Бағдарламалау тілі. Бізде бағдарламалау тілдері олар Delphi, C++, C#, Python, кез келген программалау тілінде алгоритмдарды кодтауға болады кез келген программалау тілінде. Алгоритмнің қасиеттері, сіздер алгоритмдердің қасиеттерін білесіздер деп ойлаймын. Себебі бірінші курста алгоритм қасиеттеріне толықтай жеке-жеке тоқталып өткен болатынбыз. Яғни алгоритмнің қасиеттері негізгі 6 түрі бар. Олар дискреттілік, белгілілік, айқындылық, нәтижелілік, жалпылық, дұрыстылық. Осы 6 қасиет бұл алгоритмге тән қасиеттердің бірі болып табылады. Алгоритмдер олар құрылымына байланысты негізі 3 топқа бөлінеді. Олар бірінші сызықтық алгоритмдер, екінші бұл тармақталу алгоритмі, үшінші циклдық алгоритм. Бұл қазір мен бізде бірінші сабақ болғандықтан алгоритмдердің құрылымына, яғни 3 түріне жалпылама тоқталып өтемін. Себебі алдағы уақытта сабақта әрбір алгоритмнің түріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ең әуелі сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритм дегеніміз бірінен кейін бірі орындалып, тізбектеле орналасқан бірнеше операторлардан тұрады. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, бірінен кейін бірі, бірінші команда, екінші команда, үшінші команда осылай рет-ретімен орындала береді. Бұл жерде басы және соңы бұл эллипс геометриялық фигурасы арқылы қолданылатын болады. Екінші бізде тармақталу алгоритмі. Тармақталу алгоритмі шартқа байланысты екі оператордың бірінің орындалуы. Яғни, қарап отырсаңыздар, егер де шарт ақиқат болса, бірінші команда орындалады, ал шарт жалған болса, онда екінші команда орындалады. Бұл жерде ромбик геометриялық фигурасы көріп отырсыздар. Яғни шарт қандайды бір условия қолданған кезде осы ромбикті біз қолданылатын боламыз. Үшінші бізде циклдық алгоритм. Циклдық алгоритм дегеніміз операторлар бөлігінің бірнеше рет қайталана орындалуы. Яғни бұл жерде операторлар қайталанады. Егер де мысалы біздің шартымыз жалған болған кезде ол екінші команда орындалып, қайтадан ол барып, шарт қайтадан тексеріледі. Осылай біздің әрбір операторымыз, яғни командамыз осылай қайталау циклі осы жерде орындалады. Келесі, алгоритмдерді бейнелеу блоктары. Алгоритмдерді бейнелеу блоктары, яғни блок схема түрінде алгоритмдерді бейнелеу. Алгоритмдерді блок схема түрінде мен атап өтетін бізде тік төртбұрыш, эллипс, ромбик, параллелограмм және де құжат деп аталатын осы 5 геометриялық фигура өте көп қолданылады. Бізде егер де математикалық өрнектерді есептеудің қажет болған жағдайда біз тік төртбұрышты қолданамыз. Міне, өздеріңіз суретте көріп отырсыздар, тік төртбұрышты математикалық өрнектерді есептеу кезінде қолданатын боламыз. Ал екінші бізде эллипс. Эллипс бұл алгоритмдерді бастау және аяқтау. Яғни міне қазір міне көріп отырсыздар, эллипсия, яғни басы және соңы бұл эллипс фигурасы арқылы қолданылады. Бізде үшінші ең көп қолданылатын ол ромбик. Ромбик бұл жерде есеп шығару жолын таңдайды. Яғни бұл жерде шарт орындалатын кезде, яғни условияны біз осы ромбиктің ішіне жазуға міндеттіміз. Өйткені ромбик қана бізде условияны орындайды. Бұл жерде ақиқат және жалған деп қарастырамыз. Мәліметтерді енгізу және шығару мақсатында біз осы фигураны қолданылатын боламыз. Яғни енгізу, шығару командасы осы фигураның ішіне жазылатын болады. Циклдың басы бізде модификация деп аталады. Бұл жерде осы фигура қолданылады. Және де бізде қосалқы программалардың кіріп шығу үшін бізде тік төртбұрыш іші сызыққа бөлінген осы фигураны қолданамыз. Және көп қолданылатын бұл құжат деп аталады. Бұл жерде біз нәтижені баспаға немесе қағазға шығару мақсатында осы фигураны қолданатын боламыз. Схеманы, формулалар түсіндіру мақсатында біз міне түсініктеме деп аталатын осы геометриялық фигураны қолданатын боламыз. Ал енді біз программалау тілдерінің классификациясымен танысатын боламыз. Мен осы программалау тілдерінің классификациясын таныстырмас бұрын мен сіздерге бір мысал ретінде блок схема құруды көрсете өтсем деп отырмын.
өздеріңіз қарап отырғандай, міне көріп отырсыздар, менде онлайн блог схема сызатын Draw.io деген программа. Яғни бұл жерде онлайн блог схема құруға болады. Мен сіздерге қазір үй соғу үшін біз қандай алгоритмді қолданамыз, оның блог схемасын қалай құрамыз, соған тоқталып өтеміз. Мысалы қараңыздар, үйді соғу үшін ең әуелі мен алгоритм құрып алдым. Фундаментін соғамыз, қабырғасын одан кейін екінші соғамыз, үшінші шатырын қалаймыз, төртінші ары қарай есік терезесін орнатамыз, ішін одан кейін сылаймыз. Осының барлығы бізде үй салудың алгоритмі болып табылады. Ең бірінші біз программаның басы, яғни эллипс түрінде басы деп аламыз. Басы. Екінші бізде фундамент соғу керек. Бізде бұл жерде сызықтық алгоритм болады, себебі бұл жерде енді фундамент қалау деймін. Фундамент соғу деп. Соғу. Келесі бізде қабырғаны соғу. Қабырғаны соғу. Үшінші шатырын соғу. Шатырын соғу. Шатырын соғу. Біз ары қарай аяқтауға болады. Соңы дейін. Соңы. Осы көріп отырсыздар, блок схеманы біз әрбір фигураны, геометриялық фигураны стрелка арқылы бір-бірімен жалғайтын боламыз. Мәселен, осылай әрбір фигураны осылай жалғайтын боламыз. Қазір үшіне салайын, қайтадан аласылайын. Осылай әрбір фигураны стрелка арқылы бізге фигураны жалғап шығу қажет. Уақытты алмай-ақ қояйын. Осылай әрбір геометриялық фигураларды стрелка арқылы жалғауымыз қажет болады. Үй соғудың алгоритмі және оның блок схема түрінде құрылуы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне өздеріңіз қарап отырғандай, бұл үй соғудың, яғни үй салудың алгоритмін құрдық. Содан кейін барып блок схемасын құрдық. Бұл жерде біз алгоритмдерді біз 3 топқа бөлінеді деп айтқан болатынбыз. Соның ішінде біздің құрған блок схемамыз бұл сызықтық алгоритм болып табылады. Себебі бұл жерде бірінен кейін бірі тізбектеліп орындалып отыр. Әрбір оператор мен әрбір команда бірінен кейін бір тізбектеліп орындалып отыр. Егер сіздерде мысалы мен сіздерге үй жұмысына осылай алгоритмді құру блок схема түрінде көрсетуге тапсырма беремін. Сол кездеріңізде сіздерде осындай Draw.io деп аталатын онлайн программа арқылы блок схема құрсаңыздар болады. Өте тиімді. Міне өздеріңіз қарап отырғандай, бұл үй соғудың, яғни үй салудың алгоритмін құрдық. Содан кейін барып блок схемасын құрдық. Бұл жерде біз алгоритмдерді біз 3 топқа бөлінеді деп айтқан болатынбыз. Соның ішінде біздің құрған блок схемамыз бұл сызықтық алгоритм болып табылады. Себебі бұл жерде бірінен кейін бірі тізбектеліп орындалып отыр. Әрбір оператор мен әрбір команда бірінен кейін бір тізбектеліп орындалып отыр. Егер сіздерде мысалы мен сіздерге үй жұмысына осылай алгоритмді құру блок схема түрінде көрсетуге тапсырма беремін. Сол кездеріңізде сіздерде осындай Draw.io деп аталатын онлайн программа арқылы блок схема құрсаңыздар болады. Өте тиімді. Біз программалау тілдерінің классификациясымен танысып өтейік. Яғни программалау тілі бұл екіге бөлінеді. Процедуралы және процедуралы емес болып. Процедуралы программалау тілінің өзі бізде 2 топқа бөлінеді екен. Төменгі дәрежелі және жоғарғы дәрежелі. Төменгі дәрежелі программалау түріне ассемблер жатады екен. Ал жоғарғы дәрежелі программалау түріне Fortran, Basic, Pascal и C программалау тілдері жоғарғы дәрежелі
программалау тіліне жатады екен. Ал енді процедуралық емес программалау тіліне тоқталсақ, объектілі бағытталған және декларативті деп процедуралық емес программалау тілі екі топқа бөлінеді екен. Объектілі бағытталған программалау тілдеріне C+ тілі, Visual Basic тілі, Delphi және Java программалау тілдері осы объектілі бағытталған программалау тіліне жатады екен. Ал декларативті программалау тілдері логикалық және функционалды деп екіге бөлінеді. Логикалық программалау тіліне пролог тілі, ал функционалды программалау тіліне Lisp программалау тілдері жатады. Осы біз өтетін C+ программалау тілі бұл процедуралы емес, объектілі бағытталған программалау тіліне жатады екен. Ал енді біз осы программалау тілдерінің шығу тарихымен танысып өтейік. Жалпы программалау тілдерінің шығу тарихы бұл әрбір программалау тілінің өзінің түп нұсқасы, яғни таралу программалау тілдері бар. Мысалы, атап өтсем, C+ программалау тілі ол CPL деген программалау тілінен таралған екен. Одан кейін бізде BCPL деген программалау тілі шыққан. Оның ішінде B тілі шыққан. B тілінің ішіне C тілі бөлініп шыққан екен. C тілі одан кейін бізде қазіргі кезде көп қолданыста ол C# және C+ тілдері. Осы C# өзі P# деп бөлінеді екен. Кез келген қарап отырсаңыздар, мысалы Basic-тің өзі қай программалау тілінен шыққан. Мысалы алатын болсақ, SQL программалау тілі ол Prolog тілінен дамыған екен. Prolog ол Deadlock деп бөлінген, оның ішінде SQL етіп бөлінген екен. Осылай әрбір программалау тілінің өзінің түп нұсқасы, яғни шығу программалау тілі бар екен. Жалпы енді осы сабағымды қорытындылайтын болсам, біз бұл сабақта алгоритмдер ұғымымен және программалау тілдерімен танысып өттік. Алгоритмді құру үшін біз алгоритмдерді құру үшін арнайы тілдер қолданылады. Табиғи тілде, яғни сөзбен келтіру мақсатында, екінші блок схема түрінде, үшінші ол программалау тілінде. Кез келген программалау тілінде ол болсын C# болсын, C+, болсын, алгоритмдерді жазуға болады екен. Алгоритмдердің негізгі 3 қасиеті бар деп өттік, яғни 6 қасиеті бар, және де алгоритм құрылымына байланысты 3 топқа бөлінетіні белгілі болды. Ал енді мен сіздерге үй жұмысына 2 тапсырма бергім келіп отыр. Бірінші тапсырма бұл бір күндік өміріңіздің алгоритмін құру. Яғни тек қана алгоритм жазып қоймайсыздар, оның блок схема түрінде көрсететін боласыздар. Бағана мен сіздерге үй соғудың алгоритмін, яғни Draw.io деп аталатын онлайн программа арқылы құруды көрсеткен болатын. Сіздер де солай үй жұмысына бір күндік өміріңіздің алгоритмін құрып, оны блок схема түрінде көрсетесіздер. Ал екінші презентация құрасыздар. Презентация құру үшін біздің тақырыбымыз C+ программалау тілі. C+ программалау тілінің біздің презентацияның ішінде оның шығу тарихы, ерекшелігі, кемшілігі, құрылымы, қандай операторлары бар, сол туралы толықтай мағлұмат берулеріңіз қажет болады. Және де презентация 10 слайдтан кем болмауы қажет. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.